Қазақтың біртуар азаматы Қонаев Дінмұхамед Ахметұлының туғанына 105 жыл. Осыған орай облыстық әмбебап кітапханада арнайы кеш өтті. Ұлы тұлғаның өмірі халыққа өнеге, осындай атаумен ұлы тұлғаның өмір баяны мен қоғамдық қызметіне байланысты кітап көрмесі жасақталды. Толығырақ әріптесім Әсем Сарынбаева тарқатып айтып береді. Дінмұхамед Қонаевпен бірнеше рет кездесіп, Маңғыстау өңірінің дамуына қатысты жобаларды жүзеге асырғандардың бірі Қайролла Ережепов. Оның айтуынша Дінмұхамед Ахметұлы құрылыс саласына ерекше екпін берген. Оның басшылығымен қазақ жерінде 68 кент пен 43 қала салынды. Оның бірі Ақтау қаласы. Біздің облысымыздың дамуына, оның ішінде мына біздің қаланың мұнайшылар астанасы болуына, одан 70 жыл облыстың қалай құрылғаны туралы. Енді ол күнінде бұл жабық баяғы бұрынғы қорғаныс саласының қаласы есебінде жабық қала болып қалуы мүмкін еді. Сол Қонаевтың арқасында, сол кезде қорғаныс министрі Славскиймен келісімнің арқасында біз қазір Қазақстандағы ең әдемі қалалардың бірінде тұрып жатырмыз. Шараға жиналған кітапхана қызметкерлері өңірдегі түрлі ұлт өкілдері мен оқушылар Қайролла Ережеповтің естелік әңгімелерін ұйып тыңдады, ой түйді. Деген деректер алып, және де Маңғыстау облысының тарихы туралы көптеген мәліметтер білген болатынбыз. Бізге өте ұнады, қызық болды. Ұлы тұлғаның өмірі халыққа өнеге атты кітап көрмесіне қойылған барлық материалдарды жастар оқып толығырақ танысты. Әсем Сарынбаева, Сағындық Нарықов, жаңалықтар.